тұрақты қысымға жылуға айналдыратын болатын эффекті. Қандай? Тұрақты қысымды жылуға айналдыруға болатын эффект. Тұрақты қысымды жылуға айналдыратын энергия дейді. Көрейік. Тұрақты қысымды жылуға айналдыруға болатын энергия. Стикерлер жинаймыз. Қазір күнде соңында қанша стикер болады, сол бойынша бағаланасыңдар. Мен айтқан болатыным, топтық жұмыс дегеніміз, топ жалпы қандай баға алады, сол топтың бәрі сол бағаны алады. Мысалы, жақсы баға болса, жақсы бағаны сол топтың бәрі алады. Өте жақсы баға болатын болса, өте жақсы бағаны сол топ алады. Ол топтың ішіндегі мүшелерінің бәрі сол топты алады, сол бағаны алады. Сондықтан барлығымыз бірігіп жұмыс істейді, ақылдасып, иә? Так, одан кейін сіздер. Үшінші. Калориметр деген не құрал дейді? Яғни құралдардың түрлерін өте көп білесіңдер. Именно жылу эффектісінде, мына ішкі энергияда бізде неше түрлі құралдар бар. Соның ішінде калориметр дегеніміз не? Жылу эффектісі. Не жылу эффектісі? Жылу эффектісі өлшейтін құрал болып есептелінеді. Дейді бізде Серік. Дұрыс, жылу эффектісін өлшейтін құрал. Су қосылып жатыр. Ішінде фосфор 5 оксиді бар қолмаға 5 мл су құйып, қолманы тығынмен жабамыз да таза сұйықтық алғанға дейін қолманы шайқаймыз. Алынған ерітінді лакмус қағазымен әмбебап индикатор қағазын қызыл түске қоямыз. Яғни қышқыл екенін білмеді. Фосфор 5 оксиді немесе фосфор пентоксиді ретінде белгілі бөлім сумен әрекеттесіп, ортофосфор қышқылы түседі. Жалпы бізде жаңа біріншіде жану реакциясы болды, фосфорды жандырдық қой біз оттегімен, сол кезде жаңағы колбаның сыртының ішінің бәрі аппақ порошок болып қалды. Сол аппақ порошок уже бізде не? Фосфор оксиді есептелінеді. Ол фосфор оксидін жаңа сумен жуып шықты, уже одан не шықты? Фосфор қышқылы шықты, H3PO4 шықты. Ашпай-ақ қойма, тағы видеолар бар еді істелмей. Алға жіберсеңізші? Алға жіберейін. Содан кейін беді қатты? Осы тақырыптың ішінде. Алға деген шараларын жасауымыз керек, яғни міндетті түрде бізде халат болу керек, одан кейін қолымызға перчатка болу керек, өйткені қышқылмен жұмыс жасаймыз, не болу керек? Мұрнымыз, көзіміз бәрі жабық тұру керек та. Енді қазір абайлап жасаймыз. Қышқылдар бізде қандай қышқылдар бар екен? Міне, H хлор, яғни хлор қышқылы немесе тұз қышқылы дейміз. Одан кейін фосфор қышқылы бар бізде. Одан кейін азот қышқылы, сосын күкірт қышқылы бар. Яғни 4 қышқылмен жұмыс жасайық. Бұл жерде енді менде металдардан менде кальций бар екен, одан кейін мыс бар екен, темір, мырыш бар екен, сосын кейін магний бар екен. Осылар бойынша жұмыс жасайық, балдар. Енді қазір біреуіміз магнийді алайық, біреуіміз кальцийді алайық. Алып көріңдер. Так, екеуің екі қышқылмен жұмыс жасайық, Мысалға, сен кім? Сен Али екі қышқылды ал, сен екі қышқылды ал. Бір элементтен таңдаңдар. Шарды қазір сен бересің. Не істеп отыр? Не салдың сен? Қандай затты салдың? Магний. Қазір күшті реакция болады. Өйткені магний өте белсенді. Так, қандай қайсысын құясың? Абайла, жай. Дірілдемей, қорқпай. Болды. Міне, магнийіміз бізде белсенді ғой, сондықтан осындай реакция болып жатыр. Мына жерде уже не бөлініп жатыр, қараңдар. Не бөлініп жатыр? Газ бөлініп жатыр. Қайтпек, мына реакцияны тақтаға жазуға болады. Жазамыз. Не бөлініп жатыр, нарада газ бөлініп жатыр. Міне уже ыстық болып жатыр. Жаз, магний плюс. Сол буымыз бізде газ қойын. Күкірт қышқылы. Қышқылдың құрамында қандай элемент болса, сол элемент сол атаумен аталады.
ыстығын абайлап қолын жуып қалмасып тұр, иә. Яғни реакция өте баяу жүріп жатыр. Енді осы кезде не істеуге болады мына қышқылды дұрыс жүру үшін? Біздің жаңа өткен тақырып энтальпия, одан кейін барып не? Катализ, өршіткі, яғни мына реакцияны дұрыс жүргізу үшін сол өткен дүниелердің бәрін қолдану керек. Түсінікті ғой, иә? Сен кальцийді алдың қазір. Енді жаза ғой. Абайда. Жай. Болады ғой, иә? Болды. Рахмет сіздерге, балдар. Отыра қойыңдар. Біз жаңағыдай мына затты алдық. Одан кейін кальциймен, мысалға, H хлорды теңестірдік. Қандай зат алынды? Кальций хлор плюс H2. Дұрыс па? H хлордың алдына 2 қоямыз. Мына зат алынды. Дұрыс па? Бұл бізде зертханалық жұмыс. Бізде мынандай реакция болып жатыр, тоже мына қышқылға біз нені қосып едік, мына жерде шар үріліп жатыр. Яғни іште не болып жатыр? Газ бөлініп, біздің шарымыз үріліп жатыр. Дұрыс па? Бұны да мен қосқым келіп, өйткені бұл жерде де кәдімгі күнделікті өмірде біз кездесетін не сірке қышқылы бар екен, иә? Және де ас содасы. Рахмет, Қайтбек. Қышқылдар дегеніміз сутегі атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Сутегі атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Енді бұл жерде сендерге валенттілігі керек. Дұрыс па? Ойланамыз. Жұмыс жасаймыз бәріміз. Кітапты алып тастаймыз да бүйтіп тізіп қоямыз. Отыр. Қазір оны бағалаймыз. Соңында. Так, сіздерден. Кім шығады? Құрамында қандай элемент болса, значит, соның атауымен аталады деп айттық қой біз. H2SO4 қышқылдың қалдығы қалай жазылады? Деген, значит, ол қандай қышқыл? Оның қалдығын біз карбонат дейді. Значит, көмір қышқылы дұрыс, молодец. H2, ой, молодец. Сосын қышқылдың қалдығы қалай жазылады? Қалдық деген жағын айттым. Сутек атомынан және қышқыл қалдығынан тұрады. Міне мынаның қалдығы, міне мынау екен. Мынау сутектен және мынадан қалады. Сонда не? Қандай? Офис дейді, иә. Редактор дейді. Бір атағына. Ракета деген шығар. Қандай? Робототехникум. Алгоритм. Молодец. Ежелгі сабақта есептер шықылдан негіздер бойынша кабинет роман. Жалпы енді екі топқа бөлетін болсақ, топтың жаңағы мүшелері санаңыздар, қанша стикерлеріңіз бар. Мен басында айтқан болатынмын, жалпы кері байланыс болды. Жетеу. Сіздерде?
жалпы менде жеңіске жеткен